Сәлем достар. Бүгін біз сіздерге тартылыс күші жұмыс істемейтін таңғажайып жерлер туралы айтамыз. Керемет естіледі, иә. Табиғаттың осы таңғажайып құпияларының бірі ашылса, бірі әлі күнге дейін құпия болып қалуда. Арагats тауы. Арменияда орналасқан бұл тауда тартылыс күші керісінше әрекет етеді. Егерде машинаны еркін қойып қойсаңыз, өзі жоғары қарай шығып кетеді. Таудың жанындағы су да жоғары қарап ағады. Бұл жерде төменге түскеннен жоғарыға көтерілген оңай. Осы бір ерекше таудың құпиясын осы күнге дейін таппаған. Гувера платинасы. Бұл тамаша құрылыс Колорадо штатында орналасқан. Егерде осы жерге келсеңіз, тоқтап ыдыстағы суды төгіп көріңіз. Ол төмен емес, жоғары қарап ағады. Себебі төменнен соққан қатты жел суды жоғары көтеріп кетеді. Мьянма өзінің шыңда тұрған алтын тасымен танымал. Қарап тұрсаң, жардың жанында тұрған бұл тас құлайтын секілді. Алайда мыңдаған жылдан бері осы қалпында тұр. Аңызға сүйенсек, бұл тасқа әйел адам жақындауға болмайды. Себебі тек әйел адам ғана оны орнынан қозғалта алады екен. Шынымен солай ма екен, тексеріп көрсе ғой. Өзгеше сарқырама. Бұл сарқырама Чили республикасынан көруге болады. Төмен қарай түсіп келе жатқан су қандай да бір ерекше күштің арқасында жоғары ағып жатқан секілді. Бірақ бұл жерде ешқандай тылсым күш жоқ. Себебі төменнен соққан қатты жел суды жоғары көтеріп кетіп жатыр. Даваска. Көпшілігіне танымал бұл тас Аргентинада орналасқан. Салмағы 300 тоннаға жақын бұл тас көптеген жылдар бойы биік шыңда жерге теңселтіліп, өз қалпын өзгертпей тұрды. Бірақ 20 ғасырдың басында белгісіз себептерге байланысты құлап қалды. Кейіннен Давасканың көніне соның түп нұсқасы қойылды. Қазіргі кезде туристердің көп келетін орнына айналған.